Сәлем қыздар, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен нағыз қыс ауа райында желінетін корейский ащы салатын дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте қарапайым және де небәрі 10 минутта жасалынған, өте жылдам жасалатын оңай ғана салат түрі. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап өтіңіздер және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керек заттарымыз өте қарапайым ғана және де кез келген үйден табылатын заттар. Ең алдымен орташа пиязды алып, осындай майда етіп турап аламын. Өте майдалап алған дұрыс, мұны қазір қуырып алатын боламын. Пиязды турап алғаннан кейін тағы да пышақпен үстін басып жіберіп, тағы да майдалап алдым. Енді пиязды турап болған соң бір шетке алып қойдым. Енді ыдысымызға сәбізімізді теркадан өткізіп аламын. Сәбіздің үлкен 2 данасын алдым. Егер орташа болып жатса, 3-4 данасын қоссаңыздар болады. Мұны ұзынша етіп, теркадан әдемілеп, ұзын етіп, барынша өткізіп алған дұрыс. Сонда салатта ұзын сәбіздеріміз өте әдемі көрінетін болады. Видеода көрсетілгендей етіп, екеуін жақсылап өткізіп алдым. Бұл салатты дүкеннен немесе базардан сатып алмай-ақ, осы әдіспен жасап көріп, өзіңіз жасап көрсеңіз болады. Нағыз қыс ауа райында жақсы желінетін ащы салаттардың бірі. Видеода көрсетілгендей етіп, барлығында ойыстып, ұзын етіп өткізіп алдым. Сәбізді толық өткізіп алдым теркадан. Енді сарымсақ қосатын боламын. 5 бас сарымсақ қостым. Осыны терканың майда көзімен өткізіп аламын. Немесе пышақпен ұсақ етіп турап алып қоссаңыздар болады. Видеода көрсетілгендей етіп, сарымсақтың барлығында осындай етіп өткізіп алып қостым. Енді осындай капустаны алдын ала турап алдым. Мендегі үйдегі қалып кеткен капуста, осының барлығын қостым. Осындай қалың жерлерінде қосып жіберсек болады, салатқа ештеңе де етпейді. Немесе капуста бүтін болып жатса, сіздер жарты бөлігін қоссаңыздар жеткілікті. Сәбіз бен капустаны осылай қолымызбен алдын ала жаймен араластырып аламыз. Енді табамызды газымызге қойып, сұйық май құйып аламыз, аздап қана. Сұйық майымызды қызып болғаннан кейін жаңағы туралынған пиязды салып, қызарғанша қуырып аламын. Пиязды кішкене ғана қуырып алсаңыздар жеткілікті. Пияз кішкене сарғайды, енді жаңағы сәбіз бен капустаның үстіне қостым. Енді осы салаттың үстінен кез келген дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Менде 1 шай қасық кориандр қостым және де 1 шай қасық паприка қостым. Енді үстінен аскөк қосамыз, кез келген аскөк түрі болады. Менде укроп және де петрушка деп айтамыз, ақ желкен. Соны осындай ірі етіп турап алып қосамын. Немесе көк пияз болады, соны да қосып жіберсеңіздер болады. Үстінен барлығында қосып алдым. Енді осындай арнайы дүкеннен сатып алынған чимчим болады, соны қосамын. Бұл салат чимчиммен дайындалғандықтан өте жылдам жасалынады және де дәмі деген өте керемет болып шығады. Сол себепті де қосып жатырмын. Енді осыны әбден қолымызбен араластырып аламыз. Дәміне қарай аздап қана тұз қосып жіберсеңіздер болады. Менде тұзы жақсы болып тұрғандықтан қоспаймын әзірге. Алдымен араластырып көреміз. Нағыз қыс ауа райында жақсы желінетін салаттардың бірі. Дүкеннен сатып алмай-ақ, өзіңіз жасап үйреніп алып, дастарханға ұсынсаңыздар болады.
Маған ащысы ұнайды, сондықтан ащы болу үшін осындай ащы бұрыш қостым, бір данасын. Егер ащы қажет емес десеңіздер, сіздер қоспасаңыздар да болады. Ащы бұрыш қосқаннан кейін тым қатты ащы болды. Мен осындай салат қалағандықтан өте ащы болғанын қаладым. Сол себепті де бұрышты қостым. Егер чим-чимнің дәмі сіздерге ұнап жатса, ащылығы да ұнап жатса, қоспасаңыздар да болады. Чим-чимнің өзін қосып, жақсылап тұрып араластырып жіберсеңіздер болады. Дәміне қарай аздап қана тұз қосып жібересіздер. Егер тұзы сіздерге жақсы болып тұрса, оны да қоспасаңыздар да болады. Негізінде чим-чим дайын дәмдеуіш, сол себепті де оны қосудың да қажеті жоқ. Маған тым қатты ащы ұнағандықтан аздап-аздап қосып жібердім. Енді салатты араластырып алған соң, оны холодильникте 2-3 сағат қойып қоямыз. Сонда дәмі өте әдемі болып шығады, дәмі деген керемет болады. Мен холодильникке қоймай жатып тарелкеге салып ұсындым. Соның өзінде дәмі өте әдемі және де күшті болып шықты. Егер сізге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп қойыңыз және де достарыңызбен бөлісіп, каналдың дамуына үлесіңізді қосыңыз.